7 бас жабағы сатылады, 5-еуі еркек. Жаппайға бағасы 290 мыңнан деп тұр, саудасы бар. Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент елді мекенінде тұр. Байланыс телефоны 8701 634 94 84. Жабағылар ұнаған болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салғыларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 07 05. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай қалды. Неге десе бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды дейді. Сосын аттың басынан ұруға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар сөзсем қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңыздар, тай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Содан 20 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің бала. Алымшықасында міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.